Шиелі ауданының тұрғындары мен қонақтары жазғы суға түсу маусымында облыс көлемінде орналасқан барлық су айдындарында азаматтардың қаза болу оқиғалары көбейіп отыр. 2022 жылы облыс бойынша су айдындарында бүгінгі күнге дейін 22 адам қаза болды. Оның 7-і балалар. Ағымдағы жылдың суға шомылу маусымында Шиелі ауданының аумағында 2 адамның қаза болу оқиғалары орын алды. Су айдындарында орын алатын қайғылы жағдайлардың басты себептері азаматтардың судағы қауіпсіздік ережелерін өрескел бұзуы, жабдықталмаған су айдындарында және спирттік ішімдік ішіп суға түсуі, азаматтардың құтқару, алғашқы көмек көрсету тәсілдерін білмейтіндігі, тыйым салынған аймақтарда суға шомылуы, ата-аналардың балаларын қараусыз қалдыруы, су айдындарындағы бақытсыз жағдайлардың көбеюіне ықпалын тигізіп отыр. Шиелі ауданы төтенше жағдайлар бөлімі суға шомылу маусымындағы қайғылы оқиғалардың алдын алу мақсатында қауіпсіздік ережелерін ұсынады. Суға тек рұқсат етілген жерлерден жағажайларда шомылыңыз. Су айдындарында балаларды қараусыз қалдырмаңыз. Алкогольді ішімдік немесе басқа да психотропты заттарды қолданып суға шомылмаңыз. Қатты ағысы бар бейтаныс жерлерде шомылмаңыз. Қайықтардан, катерлерден, көпірлерден және осы мақсатта бейімделген құрылыстардан суға секірмеңіз. Назар аударыңыз. Белгіленбеген және тыйым салынған су айдындарында шомылған азаматтарға Қазақстан Республикасы